домбыраны дәл осылай тартқыларыңыз келсе жақсылап, мен сіздерге домбыра үйренудің өте оңай, өте ыңғайлы әдісі бар. Сол әдісті ұсынамын сіздерге. Мысалы, сандар арқылы үйрену. Мына домбыраның пернесінен 1, 2, 3, 4 деп тек санап табасыздар. 1, 2, 3, 4 деп санап отырасыздар да домбыраны үйрене аласыздар. Жақсы адамдар мәні бар. Санап табу арқылы үйрене аласыздар. Міне 5 пен 7 саны мысалы. Жақсы адамдар мәнінде. Үстіне 5, астынан 7 саны. Армандастар әні міне басында 0 мен 0, ешқандай перне баспаймыз. Міне сіздерге арнайы кітапша дайындап қойдым. Кітапша ретінде барлығы бір жерде жазылған. 0-ден бастап оңай әдіспен үйренуге. Осы кітапшада жазылған. Осы кітапшада кітапшаның электронды нұсқасы бар. WhatsApp-тан ала аласыздар. WhatsApp-қа жазыңыздар. Осы кітапшада 7 ән бар, 7 хит ән. Ішінде жақсы адамдар әні бар, аягөз қайда барасын әні бар, мен қазақпын әні бар, кездесерміз біз әлі әні бар. Ең бастысы үйренуге өте ыңғайлы. Мына сандарды тек санап табасыздар. 0 мен 2, 0 мен 3, 0 мен 5 деген сияқты әртүрлі сандарды тек санап табасыздар. Ендеше осы кітапшаны алу үшін комментарийге жазыңыздар, ема?